солдата выходной, пуговицы в ряд, як часы. Сіздерме құрметті менің каналымның көрермендері. Бүгін мен сіздерді 9 мамыр жеңіс күнімен, ұлы жеңіс күнімен құттықтаймын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Әрқашанда еліміз жарқырап, дамып, тыныштығымен, бақ дәулетімен тыныш өмір сүре беруін Аллам нәсіп етсін. Сіздерді ұлы жеңіс күнімен құттықтаймын. Бүгін мен сіздерге өзімнің гүлдеріне қосылған мына фикус лиратта деп аталынады. Осы гүлді сіздерге көрсеткім келіп тұр. Жалпы бүгін фикустар туралы, тағы да фикус гүлдері туралы айтқым келіп тұр. Көптеген нәтижелерін де көрсеткім келіп тұр. Қандай нәтиже берді, сол туралы айтқым келіп тұр. Жалпы менің гүлдерімнің қатарына фикус лиратта деген гүл қосылды. Мына көрсеңіздер, қараңыздар, қандай әдемі жапырақтары бар. Бұл өте үлкен болып өседі. Бұның күтімде ешқандай да қиыншылығы жоқ. Ешқандай бір күтімді қатты бір талап етіп, капризный болып ондай гүл емес бұл. Кәдімгі фикус каучуконосныйға қалай күтім жасасақ, бұған да солай күтім жасаймыз. Мен бұны гүл сататын апалардан алдым. Көріп тұрсыздар, алдында да мен геранимді алғанмын. Сол сияқты қатып қалған топыраққа отырғызған тас. Даже былай алып көрсетейін сіздерге. Қараңыздар, кәдімгі сары топыраққа отырғыза салған. Соның өзінде бұл менің алғаныма бір апта болып қалды. Мен бұны топырағын әлі ауыстырған жоқпын. Адаптациядан өтсін дедім. Бұл фикустың түрі менде жоқ еді. Сол себепті мынандай топырақта өсіп жатқан болса, бұл мен отырғызатын құнарлы, жұмсақ, ауа өткізгіш топырақта одан әрі өзін жақсы сезінеді деп ойлаймын. Дәл қазіргі уақытта бұл гүл менде далада тұр. Далада өзін жақсы сезінеді. Фикус каучуконосный, черный принц фикус сияқты ол далада тұр. Бұған да су бүркіп, жапырақтарын жуып тұрғандарыңыз дұрыс. Бұл қазір кішкентай атроскасы ғана, бұл ертең мынандай үлкен жапырақ болып, биік болып өседі. Менде бұл көрсеңіздер, точка ростасын мына жерден кесіп алып, өзі көбейткен екен, атроска алып қойған. Демек, енді бұл жанынан былай бұтақтап, шашыраңқы болып өседі. Бұны енді мен сіздерге қырқып көрсете алмаймын. Бұл енді өзі осылай бұтақтап өсетін болады. Алдында мен сіздерге фикустың қалай тамырлағанын көрсеткен болатынмын. Суретін көрсететін боламын осы видеода. Көрсеңіздер, қараңыздар, горшокқа тамыры одан сайын қатты өсіп, ұзақта уақыт болған жоқ, өзін жақсы сезініп жатыр. Осы видеоны қалай отырғызғанымды, осы гүлді мен сіздерге ссылкасын описанияда қалдыратын боламын. Аз ғана уақыттың ішінде, көріп тұрсаңыздар, бұның тағы да бір дәлелі ретінде айтайын, фикус гүлі үлкен горшокқа отырғызсаңыздар, сол горшок толғанға дейін бірінші тамыр өсіреді. Ешқандай да жапырақ өсірмейді, бұл өсірмейді. Үлкен горшокта тұратын болса, ол бір қалыпты тұра береді, өспейді, еш нәрсе қылмайды, тек тамыр өсіріп, горшоктың барлығы тамыр толғанға дейін, ол тек қана тамыр өсіреді. Мына жапырақ шығып жатыр деп ойлауларыңыз мүмкін, бұл атроскаға қойған кезде бар еді, бұл әлі шыққан жоқ. Соның дәлелі, тамыр өсіріп, горшок толтырып жатыр горшокты. Мен сол себепті де осы кішкентай горшокқа отырғыздым, тамыры алып кетпейді деп. Көріп тұрсаңыздар. Осы горшок толғаннан кейін барып жапырақ шығаратын болады. Оның дәлелін мен сіздерге тағы да алдағы уақыттарда жапырақ ашылып өсіп жатқан кезде мен сіздерге дәлелін тағы да көрсетемін. Тамырлары өте үлкен болып, горшоктың бәрі толғандығын мен сіздерге көрсететін боламын. Көп адамдар келіспеуі мүмкін. Менде комментарияда көп адам жазған, мен сізбен келіспеймін, үлкен горшокта отырса жақсы өседі деп гүлдерді. Мен сіздерге дәлелін көрсететін боламын. Және сіздер қалай күтім жасайсыздар, сол туралы айтсаңыздар болады. Фикус лиратта гүлі,
қандай әдемі. Мына фикусқа өчкен осы мына отростканы мен мына үлкен фикустың мына жер астынан алған болатынмын. Оның да суретін сіздерге көрсететін боламын. Мына енді көрсеңіздер, қараңыздар, мына жанынан мына бұтақтап, мына жапырақтар шығарып жатыр. Мына бір кішкене жапырақты уже шығарып болды, міне. Бұл осылай бұтақтайтын болады. Және почкаларынан жерден жанынан тағы да шығатын болады. Мына осы жерден кесіп алынған болатын. Оның орнына жақсы жаңа бұтақтап жапырақ шығып жатыр. Жалпы мен фикус туралы айтқым келгені осы. Назарларыңызға рахмет. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басыңыздар және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.